Бізде тақырып пропедевтикада көптеп кездесетін ең актуальды тақырыптардың бірі жүрек синдромдары. Жалпы синдром дегеніміз ол патогенезі бойынша бір болып келетін симптомдардың жиынтығы. Жүрек қан тамыр жүйесінде ең көп кездесетін синдромдардың тізімі бұл жерде. Біріншісі ол жедел жүрек жетіспеушілік синдромы. Оның өзі екіге бөлінеді: оң жақ қаншалық және сол жақ қаншалық. Созылмалы жүрек жетіспеушілік синдромы, митральды қақпақшаның зақымдалу синдромы. Бұның өзіне екеу кіреді, яғни митральды қақпақшаның жетіспеушілігі және митральды қақпақшаның стенозы болып. Аорта қақпақшасының зақымдалу синдромы сол сияқты екіге бөлінеді: аорта қақпақшасының стенозы және аорта қақпақшасының жетіспеушілігі. Әрбір синдромға біз жеке-жеке тоқталатын боламыз. Одан бұрын бірінші жүректің анатомиясына тоқталып кетейік. Яғни бізде жүрек 4 камерадан тұрады. Бірінші бізде сол жақ жүрекше менен сол жақ қаншаның арасында митральды клапан орналасады. Ал оң жақ жүрекше менен оң жақ қаншаның арасында бізде трехстворчатый, 3 жармалы қақпақша орналасады. Бізде сол жақ қаншадан аорта шығады, яғни аортада бізде жарты ай тәрізді қақпақшалар болынады. Ал оң жақ қаншадан өкпе сабауы шығады. Бұл жерден бізде кіші қан айналым шеңбері басталады, ал аортадан үлкен қан айналым шеңбері басталады. Жалпы ары қарай синдромдардың жеке-жеке тоқталатын болсақ, жедел жүрек қызметінің жетіспеушілік синдромы. Оның өзі айтып өттік, екіге бөлінеді деп, сол жақ қаншалық жедел жетіспеушілік және оң жақ қаншалық жедел жетіспеушілік. Сол жақ қаншалық жедел жетіспеушілік ол бізде, яғни сол жақ қаншаның жиырылу қызметінің төмендеуіне байланысты, яғни өзінің функциясын орындай алмай жатыр жүректің сол жақ қаншалық бөлігі. Оның негізгі белгісі ол бізде адам кенеттен тұншыға бастайды. Оның симптомдары деп бізде жөтел, цианоз, салқын тер басады. Науқас ортопноя қалпында болады деп тұр ғой. Ортопноя қалпы дегеніміз жалпы қалай түсінеміз? Науқас былайынан төсекте отырады, еңкейіп отырады да, аяғын салбыратып отырады. Оның пульсы жиі, әлсіз ырғақты болады. Және науқаста бізде қан аралас түкіреді. Яғни қан аралас түкіру бізде қан плазмасының альвеолаларға өтуіне байланысты тұншығады. Науқаста жөтел күшейеді, тынысы бұзылады. Көп мөлшерде қызыл күлгіл түсті қақырық бөліне бастайды. Және өкпенің үстінде әртүрлі сырылдар байқалады да, бұны бізде өкпе шимені деп атайды. Яғни біз осындай белгілерді көрсек, жедел жүрек жетіспеушілік синдромы деп айтамыз. Ал келесі оң жақ қаншалық жедел жетіспеушілік. Ол кезде бізде кенеттен адамда цианоз пайда болады, салқын тер басады, төс кеуде қуысында ауырсыну пайда болады. Бұл кезде адамға шұғыл көмек көрсету қажет болып келеді. Ал бұл жалпы шығу себептері неден десек, этиологиясы бізде оң жақ қаншалық жедел жетіспеушілік көбінесе өкпе артериясының тромбоэмболиясы, пневмония, ауыр пневмония кезінде осы оң жақ қаншалық жедел жетіспеушілік болады екен. Бұл көріністерді, симптомдарды көрсек, бұл бізде жедел жүрек жетіспеушілігі синдромына кіреді. Келесі ол бізде созылмалы жүрек жетіспеушілік синдромы. Созылмалы жүрек жетіспеушілігінің өзі сол жақ қаншалық созылмалы жетіспеушілік, оң жақ қаншалық созылмалы жетіспеушілік болып бөлінеді. Сол жақ қаншалық жетіспеушілік, яғни ол бізде миокардтың өзінің функциясының атқарылмағандықтан, оның қызметінің төмендеуіне байланысты болады. Бұның негізгі этиологиясы көбінесе неден пайда болады? Яғни ұзақ гипертензия, нагрузка, инфекция, улану кезінде болады. Жалпы бұл кезде бізде жүректің өзінің көлемі төмендейді, қан ағысы баяулайды, және қанда үлкен қан айналым шеңберлерінде бізде іркіліс пайда болады. Одан бөлек, енді клиникалық көріністеріне тоқталатын болсақ, бірінші ентігу, демікпе. Бізде басында ол физикалық күш түскен кезде байқалады да, кейін тыныштық күйдің өзінде де адамды мазалай бастайды. Тұншығу ұстамасы, жүрек ұстамасы дамиды. Жүрек жетіспеушілігінің ерте белгілері акрацианоз, тырнақтардың көгеруі байқалады. Кейіннен ісіктер, яғни созылмалы жүрек жетіспеушілік кезінде бізде ісіктерге бейімділік пайда болады. Бастапқы кезде ісіктер бізде жасырын түрде дамиды. Ол көбінесе дене салмағының үлкеюі, диурездің азаюы, одан кейіндеп барып қуыстарда сұйықтықтардың пайда болуы, астит болады, гидроторкс болады, гидроперикард болады. Яғни ішкі мүшелерде қан іркілу байқала бастайды. Яғни біз егерде ситуациялық есепті талдаған кезде астит, гидроторкс деп көрсек, демікпе, ентігу, акрацианоз деген клиникалық симптомдар болатын болса, онда біз оларды сол жақ қаншалық созылмалы жетіспеушілікке жатқызады екенбіз. Ал келесі оң жақ қаншалық созылмалы жеткіліксіздік. Бұл көбінесе іркілістермен көрініс береді. Яғни бауырда қан іркіліс болады, бүйректе іркіліс болады.
жалпы бауырда іркіліс болады, яғни бауырда уже дистрофиялық өзгерістер байқала бастайды. Одан кейін менде сабақта болған, что мен бауырдың үлкеюі деген ситуациялы есеп болды, там симптом ішінде бауырдың үлкеюі деді. И мен оны алдында гепатомегалиялық синдром деп жаздым. Апай маған сосын ұрысқаны әлі есімде. Яғни бауырдың үлкеюі, бауырда қан іркіліс бұл кезде созылмалы жүрек жеткіліксіздік синдромына жатады. Яғни ол болып тұр, оң жақ қарыншаның жеткіліксіздігінен болып тұр. Бүйректегі іркіліс тәуліктік диурездің төмендеуіне алып келеді. Жалпы созылмалы жүрек жетіспеушілігі өзі бірнеше сатыдан тұрады. Бірінші сатысы ол бізде демікпе, яғни жүрек қағуы тек физикалық күш түскен кезде ғана пайда болады. Кейіннен кешке қарай аяқтары ісінеді да, ал науқаста уже таңертең ол ісіну уже болмай қалады. Одан кейін екінші сатыда демікпе, тахикардия адамда жүрген кезде де болады, бауыры ұлғаяды, өкпе үстінде сырылдар болады. Жетіспеушілік бұл кезде бізде екінші сатыда тек бір ғана қан айналым шеңберінде болады, үлкен қан айналым шеңберінде немесе кіші қан айналым шеңберінде. Ал уже үшінші сатыда, яғни жетіспеушілік үлкен қан айналым шеңберінде де болады, кіші қан айналым шеңберінде де болады да, бұл дистрофиялық деп атайды. Ол кезде уже науқас зорығады, оксид, анораксия, солар дистрофиялық өзгерістер уже ішкі мүшелерде дамый бастайды. Келесі синдром ол бізде митральды қақпақшаның зақымдалу синдромы. Оның негізгі себептері ол бізде ревматизмдік аурулар, ревматизм, атеросклероз, инфекциялық аурулар, жүректің ишемиялық аурулары, жүректің жарақаттарын айтқызуға болады. Жалпы митральды қақпақшаның зақымдалу синдромының өзі екіге бөлінеді дедік, иә? Митральды қақпақшаның жетіспеушілігі және дағы митральды қақпақшаның стенозы. Бұл екеуі екі түрлі нәрсе. Жалпы митральды қақпақшаның жетіспеушілігі кезінде жүрек систоласы кезінде, яғни жүрек жиырылған кезде, сол жақ қарыншадан қан қайтадан сол жақ жүрекшеге құйылады. Яғни қанның регургитациясы жүреді. Онсыз да сол жақ жүрекшеге қан төрт өкпе венасы арқылы келіп жатыр. Оған қоса сол жақ қарыншадан қайтадан қан қайтадан құйылып жатыр, регургитация. Яғни бізде уже наяқта қысым арта бастайды. Сол жақ жүрекшеде қысым арта бастайды. Бұл дегеніміз уже сол жақ жүрекшенің гипертрофиясына алып келеді. Ал бізде митральды стеноз кезінде керісінше мына ортада тұрған митральный, то есть екі жармалы қақпақша тарыла бастайды. Сөйтеді сол жақ жүрекшеменен сол жақ қарыншаға қан дұрыс толығыменен өте алмайды. Бұл кезде, яғни сол жақ қан дұрыс өтпегендіктен сол жақ жүрекшеде қан беті миокарда толады, осы жерде қысым ұлғаяды. Бұған бізде адамда компенсаторлық механизм ретінде, яғни Китаев рефлексі қосылады. Китаев рефлексі осы сол жақ жүрекшенің қызметін бәсеңдетуге негізделген. Жалпы бізде егер дағы бұның стеноз кезінде бізде қалай айырамыз стенозды және дағы жетіспеушілік кезінде? Егер дағы бізде митральды қақпақшаның жетіспеушілігі кезде науқаста бізде систолалық шуыл пайда болады. Систолалық шуыл пайда болады. Ал митральды тесіктің стенозы тарылуы кезінде бізде жүректің ұшында диастолалық шуыл пайда болады. Яғни қарыншаның жетіспеушілік кезінде систолалық шуыл, тесіктің стенозы кезінде диастолалық шуыл пайда болады. Науқастың негізгі шағымдарына келетін болсақ, кардиалгиялар, естен тану, жалпы әлсіздік, яғни бұл сол жақ қарыншалық жеткіліксіздік кезінде ентігу, қан түкіру, жөтелге шағымданатын болса, оң жақ қарыншалық жеткіліксіздік кезінде аяқтағы ісіну, іштің ұлғаюы, терінің бозаруы, одан кейін жаңағы жүрек түрткісінің қатты шығып тұруы, одан кейін гипократ саусақтары деген көріністер болады екен. Жалпы митральды қақпақшаның жеткіліксіздік кезінде өзіне тән симптомдары болады, яғни Попов симптомы, Ортнер симптомы, анизокария. Анизокария дегеніміз, яғни ол бізде екі адамның көз қарашықтары, сол жақ қарашықпенен оң жақ қарашықтың екеуінің екі түрлі болуы. Ситуациялық есепте бізде Попов симптомы, Ортнер симптомы деп, осылайдан анизокария деп тұрса, ол кезде біз уже білеміз, что митральды қақпақшалық жеткіліксіздік синдромы екендігін. Қосымша белгілерінде бізде ЭКГ-да сол жақ жүрекшеменен сол жақ қарыншаның гипертрофиясы, эпигастр аймағында жүрек соғысы, жүрек ритмінің бұзылуы, артериалды фибрилляцияны көреді екенбіз. Келесі ол бізде аорталық қақпақша синдром, ол бізде аорта қақпақшасының зақымдалу синдромы. Яғни диастола кезінде жүрек бұлшықтары босаңсыған кезде бізде осы қақпақшалардың аорта тесігін толық жабылмай қалады. Содан аортадағы қанның бір бөлігі бізде сол жақ қарыншаға қайтып оралады. Аортадағы қан қайтып оралады. Сол жақ қарыншаға онсыз дағы сол жақ жүрекшеден қан келіп
түсіп отыр. Сол жақ қанша қанға тола бастайды, содан ол көлемі ұлғайып, гипертрофия байқалады. Гипертрофия ол ары қарай тоногенді дилатацияға ұлғаяды. Тоногенді дилатация ары қарай бізде миогенді дилатацияға ауысады. Ал егерде аорта саңылауының тарылуы, яғни аортаның стенозы кезінде бізде сол жақ қаншадан систола кезінде аортаға ауысатын қанның жолында кедергі туады. Осының әсерінен бізде сол жақ қаншада гипертрофия дамиды, сол жақ қаншаның ішінде қысым артады, кейіннен оның күші әлсіреп, систоладан кейін қан көлемі артып, диастолалық қысым көтеріле береді. Жалпы бізде аорталық қақпақшалық жеткіліксіздік кезіндегі негізгі синдромдарға миоссис симптомы, жалпы әлсіздік, естен тану, ентігу, жүрек соғысының жиілеуі, ауырсыну жатады, Мюллердің симптомы, Ландольфидің симптомы. Осыларды жаттап алу керек деп ойлаймын. Ситуациялық есеп келген кезде осы симптомдарды көріп, аорталық қақпақшалық жеткіліксіздік синдромы екенін көруге болады. Одан бөлек бізде аускультацияда осылай деп келуі мүмкін, что бөдене бытпылы деп келеді, немесе диастолалық шу, флинт шуы тыңдалды деп келеді. Осыған қарап біз ол жерде стеноз немесе жеткіліксіздік екенін анықтауға болады. Енді әрқайсына жеке тоқталатын болсақ, бізде жаңағы митральды қақпақшаның зақымдалу синдромы кезінде, жетіспеушілік кезінде, яғни митральды қақпақшаның зақымдалу синдромы, соның ішінде жетіспеушілік кезінде жүрек ұшы түрткісінде бірінші тонның әлсіреуі болады, жүрек ұшы түрткісінде систолалық шуы болады, жанама белгілері гипертрофия, жүрекше менен қаншаның. Ал стеноз кезінде бізде бөдене бытпылы деген шуыл естіледі, яғни бірінші тон жүрек ұшы түрткісінде қатты хлопающий шум болса, қосымша тондар болуы, протодиастолалық шум, пресистолалық шум Грэхэма Стилла деген шум болады. Яғни ситуациялық есепте шум Грэхэма Стилла деп тұрса, ол кезде біз митральды тесіктің стенозы екенін, ал синдром митральды қақпақшаның зақымдалу синдромы екенін біле аламыз. Үш жарымалық қақпақшаның зақымдалу синдромы болса, ол кезде бірінші тон әлсіреген, үш жарымалық қақпақша тұсында систолалық шуыл пайда болады. Есепте осылай жазылады: үшінші, төртінші қабырға аралықта систолалық шуыл пайда болды деп. Содан біз білеміз синдромның үш жарымалық қақпақшаның зақымдалу синдромы екенін. Ал егердағы аорта қақпақшасының зақымдалу синдромы деп тұрса, онда міндетті түрде Боткин-Эрба нүктесінде бірінші тонның әлсіреуі, аортада бірінші тонның әлсіреуі, диастолалық шуыл деп жазады. Ал аорта қақпақшасының стенозы болса, онда систолалық шуыл, қолқада дөрекі өте қатты қарқынды систолалық шуыл деп көреміз. Бұнда бізде синдром аорта қақпақшасының зақымдалу синдромы болады.